Қайырлы күн баршаңызға достар. Бүгін осындай жент жасайтын боламыз. Қазақтың ұлттық тағамдарының бірі, керемет болып шығады, дәмі де жақсы болып шығады, жұмсақ болып шығады және де талқаннан жасалады. Видеоның соңына дейін қараңыздар. Алдымен ыдысқа талқанды саламын. Менде 350 грамм талқан және де талқанның үстіне қантты саламын. Қантты саламын. Осылай қант менде 50 грамм қант. Және барлығын жақсылап араластырып аламын. Жақсылап араласуы қажет. Енді осы талқан мен қанттың үстіне сарымайды қосамын. Сарымай бөлме температурасында еріген жұмсақ сарымай болуы қажет. Бөлме температурасында еріген болуы қажет. Енді барлығын жақсылап араластырып аламын. Майы ішіндегі араласуы қажет жақсылап. Енді достар, үстіне сгущенканы қосамын. Менде сгущенка жарты банка. Яғни осындай сгущенканың бір банкасының жартысы. Достар, осылай сгущенкамен барлығын араластырып аламын. Жент бізде дайын болды. Енді қолға жабыспай тұру қажет. Дайын болған жентті формаларға салып безендіремін. Достар, негізінде қалауларыңызша шаңырақ та қосуға болады, жүзім де қосуға болады. Тағы да басқа дәнді дақылдарды қоссаңыздар да болады. Осылай формаға саламын. Кекстің формасын саламын мен. Немесе арнайы формалар болса, соған да салуға болады. Мен кекстің формасымен осындай гүл тәріздес болып шығады. Немесе осылай мен сияқты қолдарыңызбен дөңгелектеп жасасаңыздар да болады. Формаға барлығын салып, холодильникке қойып, төртбұрыштап кессеңіздер де болады. Осылай мен сияқты қолдарыңызбен дөңгелектесеңіздер де кекстің формасына салсаңыздар да әдемі шығады. Мен осылай жартысын дөңгелектедім және де жартысын кекстің формаларына салдым. Енді осы жент дайын болды. Мен оны жентті 10 минутқа холодильникке, яғни тоңазытқышқа қойған болатынмын. Сол кезде формаға еніп әдемі болып шығады, өрнектері қалады бетінде. Достар, осымен жент дайын болды. Осы рецептті қолданып көруге кеңес беремін. Каналға жазылып, лайк басып, өз пікірлеріңізді қалдырып кетіңіздер. Қош сау болыңыздар.